Так, $1000 $1000 жасайтын челлендждің 10-шы видеосына қош келдіңдер. Бүгін біздің шотымызда $768 бар. Торговля вчера болған бізде. Буквально. Кеше бізде 22 сделка ашылып, $1120 таза пайда тапқанбыз қысқа уақыттың көлемінде. Так, давайте осы жол 1 минутпен істеп көрейік. Ол болмаса 3 секундқа қайтадан ауысатын боламыз. $400 тұр. Таймфреймді 1 минутқа қоямыз и соответственно өзімізге керекті ситуацияны іздейтін боламыз. Ақша табатын. Бізге бірінші керек нәрсе, мына жақтан 3 точканы басасыңдар да. Жоқ, мына жақтан мынау свечаның несін басып, короче, таймерді көрсету деген бар ғой, показывать таймер дегенді қосып қойсаңдар, мына жақтан сендерде свечаның қашан жабылып, жаңа свеча қашан ашылатынын банально біліп отыратын боласыңдар. Бізде 1 минуттық свеча болғаннан кейін, қазір бізде 8 секундтан кейін 1 минуттық свеча ашылады деген сөз да. Соответственно, соған сәйкес сендер стратегиямыз біздің қолданып ақша таба берсіңдер болған. Қазір мысалы бізде шартовый бізде не шықты, но енді бұл жерде сделка ашуға мүмкіндік жоқ, так что да. Так, ситуация іздейміз өзімізге керекті. Вот қараңдар, осындай кезде жоғарғы сделка ашып қалғым келіп тұр. Көріп тұрғандарында бізде ликвидностьті баға шешкенін көріп тұрсыңдар. И біздің целіміз жоғары жақтағы хай бейшін в целом. Мына жақтағы біздің құлап тұрған свечамыз жоғары қарай біздің ойымызша, яғни менің ойымша өсуі керек деп мен өзім сделканы 1 минутқа деп жоғары қарай аштым. Ал енді не болатыны маған да қызық, көрейік. Но в основном енді қазір мен төменге қарай түсіп тұрғаннан кейін ең астыңғы точкадан ашуға тырыстым деп мен үміттенемін, сондықтан да көреміз. Осы $400 ашқан сделкадан қазір маған $368 пайда келеді, егер де мен дұрыс табатын болсам, да? В общем, осы 20 секундтың ішінде баға біз ашқан жерден жоғары қарай кету керек, короче. Ал енді ол кете ме, кетпей ме, оны көреміз қазір. Егер де кететін болса, конечно же, біз 92% $368 таза пайда табатын боламыз. Бізде жаңа свеча ашылды. Шартовый бізде берді негізі модель, но сонда жоғары қарай кетуін баға жалғастыруда. И біз қазір $368 таза пайдамызды табу арқылы шотымызды $7536 дейін көбейттік. Көріңдер ғой. На ровном месте стратегиямды қолдандым, қалай сделка ашқанын түсіндіріп, мен сендерге көрсетіп бердім. Так, евро-USD орташа валютная парасы бізде негізі лонговый, цельді орындап тастағаннан кейін баға төменге қарай кетіп бара жатыр. Стратегиямыз бойынша цель шықты, цельді орындап тастады идеально, и бізде енді ол цельді орындағаннан кейін төменге қарай кетуде. Дәл осы тап осы информациямен қазір баға ары қарай төменге қарай кетеді деген мен пікірге келіп отырмын. Но не болатынын көрейік енді. Блять, жоғары ашып қалу керек. Жоғарыдан төмен ашып қалу керек негізі. Хорошо, бір сделка төмен ашып қала салайын. Бізде в целом өте жақсы керемет бір стратегиямыз бойынша свеча шықты. Расширенная свеча. Бізде цельді орындады. Астыңғы жақтағы зонадан бізде подтверждение беріп, төменге қарай кеткісі келіп тұрғанын бізге түсіндіріп бере алды. Енді, короче, агрессивно бізде, то есть, шартовый сигнал шығарып берді. Енді осы сигналға сәйкес төменге қарай баға кете ала ма, көрейік. Біздің цель, конечно же, бірінші целіміз нарықтағы лоу болып табылатын еді. Сол цельді орындап тастады. Қазір енді осыдан кейін жоғары қарай кетіп қалуға цена имеет право в целом, потому что цельдің өзі біз ойлаған цельді біз осы жерге келеді ау деген жерге баға келіп тұр да. То есть келіп қойды уже в целом. И егер де қазір минус болсақ, мен бағаға ренжи алмаймын да, короче. Но не болатын сонда қазір көрейік. Так, бізде шартовый бізде жалғасып жатыр. 3, 2, и все. Көріп тұрғандарындай тағы да бізде $368 шотымызға келіп қосылып, біз уже қазір 7904-ке дейін көтердік. Так, и баға ары қарай құлап келе жатыр. Өздерің көріп тұрғандай, осы бағаның төменге қарай кетуіне себеп болған бізде жақсы бір ликвидностьтің шешілуі. Нарықта бізде ликвидностьке қарай келе алмаған өкінішке орай, но в основном байқасаңдар, мынаяқтағы ликвидность бізде баға шешіп кеткеннен кейін барып осындай қозғалыс көрсетіп, мынаяқтағы ликвидностьке дейін келе алған екен. Так, давайте тағы да бір сделканы плюске шығарып, иншалла 8000-ға дейін жеткізейік. Сол кезде барлығы чеки-пруки болады. Евро-свеча фотосы валютная парасы бізде. Подтверждение беріп тұр, цель төмен жақтағы лоу. Қазір негізі төмен сделка ашып қалуға болады, но уже поздно, да? Но баға не істейді екен соны көрейік. Түптің түбінде баға келіп, цельді орындап кетті, да?
Да, бул жерде непонятная ситуация. Мен өзүм түшүнбөйтүн ситуация да. Не туда, не сюда. Так, мына жакта бизде понятно. Төмен сделка ашу керек бул жерде. Баганы жогору кеткенин күтүйүн. Сука, мен жиберип алдым өзүмдүн моментимди. Карайтын болсоңор, мына жакта бизде жогору карай өскөн кезде сразу сделка ачып жибере салуу керек мына жака дейин деп. Потому что бизде мына жакта үлкен козголостун ичинде, свечанын ичинде. Жок. Жогору жактагы ликвидность чечип, андан кийин шартовый модель берип, мына жактагы лоуга дейин казыр кеп тастат бага уже. Мына көрүп тургандарыңдай. Но бизге без разницы күтө турсак да болот, просто жаңы свечанын ачылганын и потом уже согон сейкес чечим кабылдап, в целом сделка ачсак болот. Байкасаңдар, бизде мен бир эркинчиликти байкадым. Бизде өтө үлкен ликвидность жиналган астыңғы жактан. Прям өтө үлкен ликвидность. И энди бизде мына жака дейин, даже мына жака ошактардагы ликвидностька дейин бага баруу керек, өсүү керек негизи. И казыркы баганын кулап келе жатканы для меня подозрительно бар го. И мына жактагы биздин rejection блок баганы жогору карай жиберүү керек. Онда жогору сделка ачкым келсе, мен төмен кеткенин күтөм баганы максимально. И сол жерден сделка ачып жибере салам. Түшсү дагы. Еще бир сделка ачып жибере салайын. Да, бул кичине энди куйтуркулап аракет болду, но бирок карайтын болсак, мына бизде адемі шартовая модель бар да, стратегиямыз боюнча. Бизде мына жака дейин түшүү керек негизи, по логике да. Бирок энди логиканы ысырып тастап, мына жактагы ликвидностьтун шешилгенине мен ориентир алдым, потому что ликвидность биздин стратегиябыздан караганда әдеуір бағаға өзінің әсерін тигізеді. Сондықтан да енді осы ликвидностьтің шешілуі, осы жақтағы біздің rejection блоктың тест болуы бағаға бір жоғары әсерін мына жақтағы стратегиядан қарағанда маңыздырақ деп, көбірек тигізеді деп мен өзім сделкамды жоғары деп аштым. Бірақ енді баға өзіміздің модельге дейін, то есть шартовой модельдің целін орындап тастады түптің-түбінде. Да, бұл жерде енді біздің ошибкамыз модельді жоғары қарай кеткен күту керек еді да. 18 секундтай қалды. Бізде әлі де баға төменге қарай кетеді деп көрсетіп тұр. Айда, ладно. 10 секунд қалды. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Все минус болды. Да. Ну, бұл жерде я спорная ситуация болды. В целом мен ликвидность шешілгенін көріп, енді резко баға жоғары кетуге ұмтылады деп ойладым. Бірақ мына жақтағы біздің подтверждениеде өзінікін істеп кеткен екен да. Вот. Бывает. Так, свечев много валютная пара бізде. Подтверждение бар, цельді орындап тастады қазір бізде. 18 секундтан кейін жаңа свеча шығады. Сол свечаға сәйкес бізде в целом сделка қарастырып көрсек болады на разворот. Қалай жабылады екен свеча? Да, бізде ликвидностьті шешіп жабылды. Значит, бұл бізде показатель, что баға жоғары қарай кеткісі келіп тұрған. Но бірақ бізге енді кіруге мүмкіндік бұл жерде болмады. Бағаның жоғары кететінін біліп тұрсақ та. Ну, обидно. Так, USDK тут валютная парасы. Осы ситуация қызық сияқты, қазір күтейік. Вот 1 минуттық таймфрейм маған ұнамайтыны, ситуацияны жіберіп алсам 1 минут күтесің да. Так, бізде подтверждение бар. Баға кәдімгідей өте қатты өсіп жатыр. Ликвидностьтарды бізде баға шешті, төменге кетіп тұр. Сделка ашып салу керек. Ай, үлгермей қалған бараш. Жоғары сделка ашқан кезде үлгеріп кететін возможно. Бізде уже таргетті орындап тастағаннан кейін ары қарай бағаның кететініне біз сенімсізбіз да. Сондықтан рисковать етіп керек емес. Қазір бізге догон сделка ашу керек бағанаға минусты қайтару үшін. Сондықтан да кішкене енді серьезно болу керек та. Так что жаңа ситуация күту керек. Шеше, немқұрайлы қарамасай, сен өзің трейдинг істеп жатсың да, өзің ақшаңды $400 мысалға тәуекелге белі болып жатсың. Сен қазір сделка ашып шықпай қалса $400 жоғалады. Сен сол нәрсені түсіне тұра, саудаға, анализ жасауға сен немқұрайлы қарамау керексің. Сол үшін сен қазір минус болып жатсың да. Сол үшін осы несерьезно қарағаның үшін, жас баланың позициясында болғаның үшін қазір сен табыссыз жүрсің да. Мысалы менен пример жасай, мен саған көрсетіп жатырмын ғой, живой қалай істейтінін ше, қалай относиться ету керектігін әр сделкаға, әр анализге деген секілді. Уверенный ситуацияны табамын, сол бойынша кіремін, табысын табамын, шығып кетемін, и все, дорогая.
Так, шартовая бізде не шықты? Модель жоғары кетсін, сделка ашып жіберуге болады. Опа. Екі сделка ашып жібере салайын. Бізде в целом бірден ашып жібере салу керек еді айдаланы. Ликвидность бізде шешілді жоғары жақтағы көріп тұрғандарындай. Біздің целіміз мына жақтағы лоу, бірақ енді цельге өте жақын тұрмыз. Бұл жақтағы цельді шешіп жоғары кетіп қалуы мүмкін, бірақ енді жоғары кеткеннің өзінде мына жақта бізде rejection блок бар, бағаны төменге қарай басатын. Одан бөлек бізде мына жақтағы ликвидность бар, мына жақтағы ликвидность бар. Енді надеемся на то, что бізде баға төменге қарай кетеді дегенге. Ай бля, көріп тұрғандай енді судьба. Пока бізде цельді орындап кеткеннен кейін барып жоғары қарай кетіп жатыр, көрдіңдер ғой. Бекерден бекер емес. Бізде не істеді баға? Цельді орындап кетті бірінші, одан кейін барып жоғары қарай кетіп, жақтағы жерге дейін келе алып, бәрі қарай жүретін жеріне қарай жүріп жатыр. Давайте молимся, что бізде плюс болады деген. 15 секундтай қалды. 14, 13, давай құлай бер. Әп бәрекелді. Өте керемет қозғалыс. 8, 7, 6, 5, 4, 3 шартовый бізде екенін растады модель беру арқылы. И ары қарай өзі бағасы, то есть баға ары қарай түсуін жалғастырып жатыр да. И біз қазір енді 8000 доллардан асып 240 доллар артығымен таптық. Бүгінге бізде 1, 2, 3, 4, 5 сделка ашылды. Біреуі минус, төртеуі плюс. Өте керемет негізі нәтиже. Көріп тұрғандарында қиын ештеңкесі жоқ. Ликвидностьке қарайсыңдар, біздің стратегиямызға қарайсыңдар, свечаларға қарайсыңдар. Осы свечалардың өзіне қарап, бағаның қайда кететінін, осы рынктың беріп тұрған ақпаратымен, яғни беріп тұрған свечаның информациясымен бағаның қайда кететінін табуға болады. Соған сәйкес сделкаларыңды ашып, табыстарыңды таба берсеңдер болады. Қазірдің өзінде бізде 1000 доллардан астам табысты осылай өзіміздің стратегиямыздың арқасында таптық. Ол стратегияға қалай қол жеткіземіз десеңдер, все просто. Біздің телеграм каналға кіріп, закрепленное сообщениені бассаңдар, сол жерде сендерде инструкция бар. Сол инструкция бойынша сендер осы стратегияны қалай алуға болады, одан бөлек трейдингті қалай тиімді бастауға болады деген секілді сұрақтарға жауап ала аласыңдар. Ал енді бізде 240 доллар артық қалғаннан кейін енді бізге майда шүйде нақотына тиын керек. Сол үшін біз вывод шығарайық. Өздерің көріп тұрғандай, алдын біз тағы да сондай сдачамызды шығарып алдық. Ол бізде 201 теңге доллар тоже самое, да? Соның сорты, короче. Так, бізде 302 доллар шығарған екенбіз көріп тұрғандарындай. Так, осы жолы тағы да давайте 8240 доллардан 240 долларын шығарайық. Да. Так, каналымыз жазамыз, адресті қоямыз и продолжитті басамыз. И все. Көріп тұрғандарындай мына историяның ішінде біздің суммамыз тұр, короче. Осындай выводтардың менде 1040 страницасы бар, яғни 6 страницадан бөлек. 6-тан көп страница, менде осының барлық выводтар бізде көріп тұрғандарындай бәрі. В целом осы. Бүгіндікке бізде профильді көрейік. Торговый профильді қанша ақша таба алдық. Бүгіндікке бізде 500 сделка ашып, 500 сделкадан бізде оборот 2000 доллар жасап, 1072 доллар таза пайда тапқан екенбіз. Бұл бізде біздің случайда, конечно же, 495 мың теңгедей болу керек негізі, қателеспесем де. Да, 495 мың 225 теңге, сонда бізде қазір 13 минуттың аралығында тауып тастаған екенбіз. Өзіміздің тәуекелдің арқасында, біліміміздің арқасында, және де стратегиямыздың арқасында. Сендермен бірге болған Fast Money Forex біздің челленджімізге 10 мың долларға жақын қалдық, 2000 долларда қалды. Мен буквально 2 видео немесе 1 видео істеп жіберсек, барлығы чеки-проки болады. Баршаларыңа рахмет, сендермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше Fast Money Forex.